Таңғы ас таңертең деп бүгінгі таңғы асқа асқабақ қосылған тары ботқасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен тарымызды салып, үстіне су құйып, бір қайнатып төгіп тастайтын боламыз. Суымыз қайнағанша асқабағымыздың қабығын ашып, әдемілеп турап қоямыз. Асқабағымызды турап болғанша суымыз да қайнады. Бұл суды төгіп тастаймыз да суық сумен 2-3 қайтара жуамыз. Тарыңызды қандай ыдыспен өлшеп алсаңыз, тура сол ыдыспен 3 су құятын боламыз және қайнатып, қайнағанда көбігін алып, кейін асқабағымызды салып пісіретін боламыз. Достар, ботқа пісіргенде әрдайым су немесе сүт мөлшерін өлшеп құюға кеңес беремін. Енді асқабағымызды саламыз және тұзымызды кішкене, бір ас қасық шекерімізді салып, бір шыны сүтімізді құйып, әдемілеп араластырып, 13-15 минуттай баяу отта пісіретін боламыз. Сол екі ортада қалған асқабағымызды үккіштен өткізіп, оған бір дана алмамызды қосып, арасында ботқамызды араластырып отыруға ұмытпаймыз. Мінекей алмамызды үккіштен өткіздік. Тағы да жиі араластырып тұру керек. Кішкене сары май қосып, араластырып, тағы да жауып қоямыз. Жаңағы асқабақ пен алмамызға 2 дана жұмыртқамызды салып, араластырамыз. Кішкене ұн салып, ванильді шекер және нан қосытқыш біраздан саламыз да, әдемілеп араластырамыз. Ботқамыздың уақыты болды, асын өшіріп, тағы да 15-20 минутқа қалдыратын боламыз. Табамызға майымызды құйып, жаңағы дайындап алған массамызды әдемілеп қуырып шығатын боламыз. Таңғы аста береке бар демекші, таңғы асты міндетті түрде үйден ішіп шығуға тырысыңыздар. Мінекей сонымен менің құймағымда дайын болды, өте дәмді, жасаңыздар. Сонымен менің ботқам да дайын болды, әдемілеп саламыз. Бізге ас болсын, сіз жасаңыз.